Саламатсыздар ма көрермендер? Баршаңызға сәлем. Ализина, сен бүгін білесің бе қандай бағдарламамыздың тақырыбы екенін? Жоқ. Қалайша білмейсің? Тездетіп ойланып көр. Тамақ бар? Ту, сен тек ойлайтын бір тамақ екен. Тамақ, тағы да ойланып көрші. Жарайды, көп ойланатын секілдісің. Айтайын, бүгінгі біздің бағдарламамыздың басты тақырыбы ол машина немесе техника. Бұл бағдарлама саған қызық па? Иә. Ал достар, сіздерге қызық па? Ендеше біз бастаймыз ба? Иә. Бастаймыз. Ой, жеңіліп қалдым. Кеттік. Балалар, тездетіп біздің бағдарламамызды тамашалауға кірісейік. Кеттік. Ализина, білесің бе? Мына біздің күнделікті өмірде көп пайдаға асатын түрлі техникалар бар. Мысалға, айтшы, сен білетін шығарсың бәлкім. Тоңазытқыш, Иә. Кондиционер, тағы да миксер. Түрлері көп. Білесің бе? Тіпті бұл техникалардың арқасында біздің мына адамзат күннен күнге дамып келе жатыр. Және де сол техникалардың арқасында адамдар тіпті көңіл көтере алады. Қалайсыңдар? Қалай сонда? Сенбейсің бе? Бұлай істейік. Қазір біз сенімен екеуміз бір жерге барамыз, және де техникамен ойын ойнайтын боламыз. Ал достар, сіздерге қызық болса, біздің бағдарламаны әрі қарай тамашалаңыздар. Солай ма? Иә. Иә, кеттік. Кәне бесті кел. Кеттік, кесетсекші. Ал, Ализина, дайынсың ба? Иә. Ал достар, сіздерші дайынсыздар ма? Ендеше біз ойынымызды бастаймыз. Ал достар, ендеше біз жарысымызды бастамастан бұрын кімнің жеңіске жететіндігін анықтау үшін сіздер міндетті түрде комментарийға жазуларыңызды сұраймыз. Және де біздің бағдарламаға лайк қойып каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ал, дайынсың ба? Иә. Ал, ендеше біз нағыз техниканың көкесімен ойын ойнаймыз. Кеттік! Айбат аға, сіз маған ренжіп отырсыз ба? Мен саған жоқ, ренжіп отырғаным жоқ. Тек мына сенің кішкентай болып алып, спорттан қалай ғана мықты екендігіңді мойындағым келіп отырғаным жоқ. Ализина, бәлкім сенің біліміңді тексеріп көрерміз, Тексеріп көрейік. Жарайды, сен спорттан мықты шығарсың, ал біліміңше ендеше мені мұқият тыңда. Менің ең алғаш сұрағым мынандай. Сен, немесе сенің достарың, немесе аға-апаларың экран алдында, яғни телефон, немесе гаджеттер, немесе түрлі телевизордың алдында неше сағат өткізеді? Бір сағат, кейде 20 минут, кейде әртүрлі. 20 минут, 1 сағат. Ал достар, біз сіздермен бірге нағыз статистиканың қандай екендігін көрейік. Дайынсың ба? Иә. 1 сағат дейді ғой, 20 минут. Көрейік, кеттік. Мамандардың айтуы бойынша, бүгінде теледидар мен түрлі гаджеттердің алдында 5 пен 7 жас аралығындағы балалар күнделікті уақытының 45%-ын өткізеді екен. Осы мәселені беске білетін мамандар еліміздегі әр мектепте көз дәрігері жұмыс істеу керек деген пікірде. Себебі адамдардың көпшілігі түрлі көз ауруларына оқушы кезінде шалдығатын көрінеді. Қазақстан көз ауруларына шалдыққан адамдардың саны миллионнан әлдеқашан асып кеткен. Ал оның біраз бөлігі балалар. Себебі мектеп табалдырығын аттаған балалардың арасында тек 5-10%-ның көзінде кінәрат болса, 11-ші сыныпты бітіргенде бұл көрсеткіш 60%-ға дейін жоғарылайды. Мамандардың оның алдын алу үшін мектептерде көз дәрігері жұмыс істеу керек дейді. Машақатты болса да, сондай өзгеріс ауадай қажет. Көз дәрігерлерінің кеңесі бойынша 6-7 жастағы балалар күніне 10-15
минут отырса, 14-15 жасқа жеткен балалар 20-25 минут қолданғаны жөн. Оның ішіне бәрі кіреді. Планшет, компьютер, телефон, телевизор көруде кіреді. Міне, көрдің бе? Ал сен болсаң 20 минут дейсің. Жарайды. Ендеше менің екінші сұрағыма жауап бер. Айта қойшы, гаджетті адам баласы неше жастан бастап қолданады? Алло. 8-7 жастан бастап. 8-7? Ой, жарайды. Нақты жауабын біз қазір білетін боламыз. Қара. Ақштағы әрбір үшінші бала сөйлей алмаса да, мобильді телефонмен немесе планшетті, компьютерді қолдана бастайды екен. Бұл мәліметті американдық ғалымдар Common Sense Media зерттеу ұйымының сайтында жариялапты. Анықталғаны, теледидар көруге, компьютермен, планшетпен немесе қалтафонмен ойын ойнау 2 жасар баланың 2-5 сағатын алатын көрінеді. Телевидение әлі де баланың ең көп уақыт жоғалтатын құрылғысы саналып отыр. Оның үстіне теледидар арқылы бала көптеген танымдық сюжеттер көреді. Шамамен балалардың 61% оқыту бағдарламаларын көреді екен. Айбат аға, ал сіз осы гаджеттің пайдасы мен зиянын білесіз бе? Пайдасы мен зиянын? Иә. Ой, білесің бе, мен пайдасын білем, түрлі ойындар ойнауға болады, ал зияндылығын білмеймін. Ой, жарайды, зияндылығын енді біліп жүретін болам. Біздің достарымыз не айтады екен бұл сұрақ бойынша? Тамашалайық. Техниканың адам пайдасына зияны. Құрылғадан шығарылған сәуле денсаулыққа зиянды. Шамадан тыс қолдану адамның көру қабілетінің бұзылуына әкеліп соғады. Ұйқысыздық және бас ауруы пайда болады. Егер адам компьютердің алдында ұзақ уақыт отырса, онда жас өспірімдерде көз ауруы пайда болуы мүмкін. Жас өспірімдерге ұзақ көп бойы ойын ойнау өте қауіпті, иммунитет төмендейді. Ал пайдасы жайлы, құрметті оқырман, өздеріңіз де жақсы білесіз. Алексина, мне көрдің ғой, бүгінгі біздің бағдарламамыздың басы тақырыбы ол техникалық құралдар болатын. Біздің бағдарламадан бүгін сен үлкен сабақ алдың деген үміттемін. Қалай? Ұнады ма? Иә, қатты Ал достар, сіздерге ұнады ма? Ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал, ендеше ойын ойнаймыз ба? Иә. Естідіңдер ғой, үлкен аға апаларың айту бойынша, біз секілді жас өспірімдер компьютер алдында, немесе гаджеттардың алдында, немесе техникалық құралдардың алдында бір немесе 2 сағат қана отыруы керек. Бұл ең басты сабақ. Ал, бізде 1 сағатымыз қалған секілді. Барып ойын ойнаймыз ба? Иә. Кәнекей, на старт! 2, 3, кеттік! Ал, достар, мінекей, біздің айдарымыз да соңына келіп жетті. Бүгінгі біздің бағдарлама сіздерге ұнаған болған шығар деген үміттеміз. Солай ма? Иә. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де міндетті түрде лайк басыңыздар. Ал біз сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, достар. Күледі ғой. Жүр, ойын ойнайық одан да. Кәне?